Апельсиннен не жасауға болады? Білмеймін, кеттік апайдан сұрайық. Апельсиннен не жасауға болады? Фатима, білесің бе, апельсиннен көп зат жасауға болады. Мен сендерге қазір апельсиннен тәжірибе жасап көрсетейін. Апельсин жеміске жата ма, көкөніске жата ма? Жеміске. Жеміске жатады, дұрыс айтасыңдар. Бұның құрамында нелер бар? Дәрумендер бар. Дәрумендер бар екен, өте тамаша. Дәруменді балалар, біз жемістерді көп пайдалануымыз керек. Өйткені жемістердің құрамында адам ағзасына пайдалы дәрумендер өте көп екен. Алма мен апельсинді ұстай қойыңдар. Екеуінің пішіні қандай? Домалақ. Екеуінің пішіні домалақ. Фатима, апельсиннің түсі қандай? Тоқсары. Дұрыс айтасың. Ал Асылым, айтшы, алманың түсі қандай? Қызыл. Тамаша, қызыл. Енді қарай қойыңдар. Енді бүйтіп ұстаңдаршы апельсин. Бұлар жемістерді ұстаңдар. Сен алманы ұста, сен мені ұстай, апельсинді ұстай қой. Нені байқап тұрсыңдар? Нені байқап тұрсыңдар? Дәрумен. Мына дәрумендер ғой. Енді сен мынаны ұстай қой. Енді сен алманы ұстай қой. Не байқадыңдар? Дәрумен. Не байқадың? Міне қараңдаршы, алманың сырты майда екен. Көрдіңдер ме? Майда екен. Ал міне жаңағы апельсинді ұстап едік, біздің қолымыз кішкене алмадай майда емес, кедір-бұдыр болды. Солай болды ғой қолдарына, кедір-бұдыр болды. Өйткені қараңдаршы, апельсиннің сыртында қарай ғой. Апельсиннің сыртында ұсақ-ұсақ нелер бар екен? Көздері бар екен. Ол үшін бізге балалар, қазір бірінші бізге су керек болады. Су керек болады. Енді екінші, мен қазір сендерге қабығын ашып берейін. Бұл жерде балалар, мен пышақты қолданып жатырмын қабығын ашу үшін. Ол үшін қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Үшкір заттарды үлкендердің көмегімен ғана ұстауымыз керек. Үшкір заттарды, сіркені, пышақты балаларға ұстауға бола ма екен? Жоқ. Балаларға ұстауға болмайды екен. Дұрыс айтасыңдар. Мен қазір сендерге өзім көмектесіп, апельсиннің қабығын ашып берейін. Қазір міне таяқ қалдым. Енді қарай қой, сен ұстай қой. Енді біреуінің қабығы ашылған, біреуінің қабығы ашылмаған. Енді суға салып көріңдерші. Ал енді қараңдар балалар, не байқадыңдар? Не байқадыңдар? Біреуі түспейді, біреуі түседі. Не үшін? Қабығы ашылмаған апельсин не үшін суға батпай қалды? Өйткені ашқан. Дұрыс айтасың, өйткені оның біз қабығын ашымадық, иә? Оның қабығы ашылмағаны жаңағы апельсиннің көшелерінде ауа жеңіл болып, ол апельсинді судың бетіне көтеріп тұр екен. Көрдіңдер ма? Екінші апельсин суға не үшін батып кетті? Айта ғой, суға не үшін батып кетті? Не көрдік біз? Екінші апельсиннің біз несін естедік? Қабығын аштық. Иә, қабығын ашып тастадық, иә? Қабығын ашымаған апельсин суға батпай қалды. Екінші, айта ғой, қабығын ашыған апельсин суға батып кетті. Дұрыс айтасыңдар, батып кетті. Өте тамаша. Біздің бірінші тәжірибеміз суға бата ма, батпай ма деген тәжірибеміз осы екен, балалар, көрдіңдер ма? Иә. Ал енді ары қарай қойды. Қазір біз екінші тәжірибе жасайтын боламыз. Ол үшін бізге балалар майшам керек болады, және де сірке керек болады. Бұл жерде де мен өзім сендерге жабып көрсетейін. Қазір міне қараңдаршы, қабығы ашылған, иә? Енді қараңдаршы міне. Ала қой, сен ала қой. Енді бәрін қысамыз да, міне сыртында қараңдар, не шықты? Шырындары, апельсиннің шырындары сыртында міне. Көрініп тұрды сендерге? Иә. Су шығып тұр, иә? Енді бұл су не екен? Мен сендерге түсіндіріп өтейін. Бұл апельсиннің құрамында эфир майы бар екен. Сол эфир майы қазір біз отқа салатын болсақ, отқа жағып көретін болсақ, бұл жаңағы біздің жаңа жылдағы өзіміздің пайдаланатын венгал шамдар бар ғой. Сол секілді венгал шамын жасауымызға болады екен. Енді жаңа апельсинді қысқан кезде, апельсинді есіңіз келіңдерші, қандай иіс? Қышқыл иіс бар екен, иә? Апельсин қышқыл болады екен. Алма қандай? Алма қышқыл емес, алманың дәмі тәтті, иә? Қазір оны да көретін боламыз. Ал енді мен қазір сендерге венгал шамын жасап көрсететін боламын. Қалай венгал шамы шығады екен? Бұл жерде де қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Отпен ойнауымызға болмайды. Мен сендерге өзім көмектесіп жатырмын, иә? Ал енді мен қараймын. Көрдіңдер ма? Бұның құрамында эфир майы болғандықтан, жаңа отқа түскенде май қайтеді, жанады екен міне. Апельсиннен шырын жасайық. Шырынды мына ішіне қыса қой. Мына ішіне қатты қыса қой. Өзің қатты қыса қой. Жақсы. Енді апельсин сала қой ішіне. Асылым, ішіне апельсин сала қой. Иә, апельсиннің қабығын бөліктен алып сала қой ішіне. Жақсы, енді ма? Жақсы. Қанекен сізге көмектесейін саған. Қанекен бір көмектесейін. Бұны жаңағы шырын қысатын арнайы жаңағы аппараттар бар, онымен де қысуға болады. Үй жағдайда болмаса, қолмен қысып шырынын шығара алады екен біз, иә? Масканың бәрін болды, апай. Қарай қойшы, Асылым, сен масканы неден жасадың? Айран мен апельсиннен. Тамаша, айран мен апельсиннен маска жасадық. Ол жаңағы мамалардың бетіне, аналардың бетіне нәрлендіріп, бетін жұмсатып тұратын маска дайындап Асылым. Балалар, бүгінгі апельсинмен жасаған тәжірибеміз сендерге ұнады ма? Иә. Апельсиннен біз қандай тәжірибе жасадық? Естеріңе түсіріп көріңдерші. Апельсинді суға батырдық. Иә, апельсинді суға батырдық, дұрыс айтасың. Онда не байқадық, сонда не байқадыңдар? Біреу батты, біреуі батқан жоқ, қабығы ашылған. Иә, дұрыс айтасың, қабығыменен батқан жоқ, қабығы ашылғаны батты. дұрыс айтасың.